Оралда мал ресейліктер өзара жаға жыртысты. Оларды полицейлер сырттағы бейнебақылау камераларын қадағалап отырғанда байқаған. Оралда түнгі клубтың жанында Ресей азаматтары төбелесіп қалды. Ал ішкі істер министрі шетелдіктер Қазақстан аумағында заңдылық пен тәртіпті бұзған жағдайда олардың одан әрі біздің елде болу мәселесін қарастыратынын ескертті. Төбелесіп жатқан топты полицейлер сырттағы бейнебақылау камераларын қадағалап отырғанда байқаған. Оқиға орнына жеткен полиция жасағы ол жерден өңкей мас ресейліктерді ұстады. Тәртіп бұзушыларға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің ұсақ бұзақылық, қоғамдық орындарға мас күйінде келу, тыныштықты бұзу баптары бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Жиналған материал Орал қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында қаралатын болады. Құқық бұзушылардың Қазақстан Республикасының аумағында одан әрі болу-болмау мәселесі әкімшілік материалдар бойынша түпкілікті шешімдер қабылданғаннан кейін шешілетін болды.